Мен осы әулеттің босағасын аттағаныма 35 жыл уақыт өтті. Перзентсізбін демеймін. Алла маған бірінен кейін бірін 5 қыз берді. Жолдасым қыз тудың деп маған өкпелеп, ренжіп, шәй дескен емеспіз. Ұрпақ жалғастыра білетін, маған ұл сыйлайтын әйел керек деп басқа әйелге де барған жоқ. Қыз туған сайын үрейім ұшып, күйеуім менен суынып кетпесе екен деп қалың ойда отырушы едім. Күйеуім сәл кешігіп келсе мазам кетіп, келгенше көргенше жаным тыныш таппайтын. Тағы да басқа әйел тауып алмады ма екен деп уайымдайтынмын. Бірақ жолдасым үйге кіргенде оның жүзіне қарап-ақ жұмыстан келгенін, ешкіммен кездеспегенін түсінемін. Сондықтан қызғанышқа бой алдырып, күдіктенгенімді сездірмеу үшін бет-алды сөйлеп, мазасын ала берген жоқпын. Керісінше, барынша жылы қабағыммен күтіп алып, өзімнің жақсы қасиеттеріммен ылғи жадында болуды ойладым. Ол, ұл болсын, қыз болсын, дені сау болса болды. Осы бергеніне де шүкір деп отырушы еді. Тек ата-енемнің әр кез күрсінгеніне қарап, бір ұл туып бере алмағаныма өзімді кінәлі сезініп жүруші едім. Әйтеуір, 40 жасқа жақындағанда құрсағым жібіп, 5 қыздан кейін бір ұлды дүниеге әкелдім. Ұрпағын жалғастырар тұяғының туылғанына күйеуім де, ата-енем де қатты қуанып еді. Бірақ жалғыз ұл болғандықтан да оны ешкімнен кем еткіміз келмеді. Бар тәттіні, бар жұмсақты ұлымның аузына тықтық. Күйеуім де, ата-енем де базарлатып келсе болды ұлына бір нәрсе әкелетін. Ешқашан құр қол кірмеген. Ұлым да сол әдетке үйреніп алған. Бір нәрсені дәметіп тұрады. Мектептегі сабақ үлгерімі де жаман емес. Озат оқушылардың қатарынан көрініп, бізге мақтау алып беріп жүрді. Ұлымның титтей жеңісінің өзі біз үшін үлкен мәртебе тұғын. Ұлыма көп үміт арттым. Болашағының жарқын болатынына сенген едім. Әттең, сырттан келген адам ұлымды өзінің жолына түсіріп, туған ата-анасынан алыстатар деп кім ойлаған десеңші. Ұлым көп болса бұл ауыртпалық білінбес еді-ау. Жалғыз ұл болғандықтан ұлымның бізден алыстағаны жанымызға қанжардай батады екен. Ұлы мектепті бітіре салысымен қалаға оқуға түсірдік. Жақсы оқығаны үшін оқуын ары қарай жалғастырса, ел мақтаған жігіт болатынына үмітті едім. Алайда ұлым білім аламын деп барып, 3-ші курс студенті кезінде бір шүйке басына үйленіп алды да, сол қалада қалып қойды. Ұлым, оқуымды жалғастырамын, бәрі өз қалпында болады, тек сүйген қызыммен бірге тұрғым келеді деген соң, махаббаттарына кедергі болмау үшін үйлендіріп, оқуға қайта жібергенбіз. Олардың уәдесі бойынша оқуын аяқтаған соң ауылға келіп, ата-ананың қолында қара шаңырақта тұруы керек еді. Бірақ ұлым оқуын бітірген соң қалада қалып қойды. Келінім бақуатты отбасының қызы еді. Әкесі абыройлы жерде жұмыс істейтін, дөкей болғандықтан ұлыма сөзін өткізіп, қалада қалдырды. Қызы екеуіне үй алып беріп, ауылға жібермей, ұлымды жұмысқа кіргізіп қанатының астына басып алды. Бізде қол қусырып отырмау үшін құдамызбен сөйлесіп, ұлымыздың жалғыз екендігін, қара шаңыраққа ие болып қалу керектігін айтсақ та, ол тыңдауға, түсінуге тырыспады. Балалардың бағын байлап қайтеміз, қанатын сындырмай, өсіп-өнуі, жақсы қызметке, мансапқа ие болу үшін қалада жүріп жұмыс істегені дұрыс деп бет бақтырмады. Ұлым да ауыл өмірін ұмытқан, қаланың өміріне үйреніп қалған. Кері қайтқысы жоқ. Бері қарай бетін бұрғысы келмеді. Ұлына ренжіген күйеуім ешкіммен сөйлескісі келмей, тұңғиыққа қамалып ренішін іште сақтап жүре берді. Ал ата-әжеміз де күн сайын немересін ойлап көз ілмей, кірпік қақпай, жолына қарап тосып отырады. Ал мұны түсініп отырған не ұл, не келінде сана болмады. Мейлі ғой, бұл күнге де үйреніп қалдық. Бірақ ауыл мен қаланың арасын 130 шақырым ғана алып жатыр ғой. Апта сайын болмаса да, ай сайын келіп жағдайымызды біліп кетіп тұрса болар еді-ау.
Ұлым мен келінім оған да жарымады. Немеремізді де жылына бір рет, көп болса 2 рет қана көреміз. Соның өзінде немеремді алып ұлымның жалғыз өзі келеді. Келінім қарасында көрсетпейді. Ұлымның сөзіне қарағанда келініме біздің ауыл ұнамайды екен. Ол ауылға келсе ауырып, мазасызданатынын айтыпты. Бірақ біз айдалада, тау-тасы жоқ, жазық далада тұрмаймыз ғой. Бұл жер түсінген адамға нағыз демалыс орны. Ауасы да таза мекен. Таулы аймақ, мөлдір таза су, қымыз-қымыран, қолдың сары майы мен сүті, айранның ең кереметі де, жемістің түрлері де осы жерде емес пе? Бұл жерге қаншама адам демалуға келеді. Сырттан келіп, табиғатымызға тамсанып кетіп жатқандар жетерлік. Айта берсең, ауыз толтырып мақтауға тұрарлық жеріміз көп қой. Жұртқа ұнаған біздің таулы ауыл неге келініме ұнамай қалды екен деп іштей налаймын да. Мейлі, ең бастысы ұлым келіп, немеремді көрсетіп тұр ғой деп өзімді жұбатамын. Бастысы, өзара тату өмір сүрсе болғаны деп тілегенімізбен қартайған ата-әжеміздің өкпесі ұлым мен келінімнің әрекетін қайта еске салады. Қартайған шағында жалғыз ұл немересін алақанына салып мәпелеп өсірген ата-енемнің қазіргі мұңға толы көздерін көргенде қатты қиналамын. Олардың 2 сөзінің бірі, немерем хабарласпады ма? Қашан келеді екен? Шөберемізді бір ескетіп кетпей ме? Қалада қай бір жөні түзу ас ішер дейсің? Бәрі де майға қуырылған, шала піскен өнімдер. Ауылға келіп таза ағарған тағамдармен тамақтанып, бойына күш жинап кетсін. Келін екеуі де аппақ қудай болып жүдеп кеткен шығар. Қойды сойып етінен апарып беріңдерші. Қайран ұлым-ай деп уайымдап отырады ылғи. Осы жаз мезгілінде ұлым еңбек демалысына шыққанын естіп бір қуанғанмын. Оларға хабарласып ауылға келіп, үйде біраз күн демалып, ағарған ішіп, тауға шығып серуендеп қайтыңдар деп шақырғанмын. Сөйтсем, ұлым, жеңеше, біз ыстық көлге баруға билет алып қойғанбыз деп бұрқылдайды. Осы күнге дейін шал мен кемпірдің баласы деп қатты сөйлемеген едім. Уақыт өткен сайын ұлым өзгеріп, бізді ұмытып, өз қамын ойлап кеткені жарамның бетін қайта тырнағандай болды. Ұлыма, бізді түні бойы ұйықтамай бағып-қағып жеткізген әке-шешем деп сыйламасаң да, сен дегенде шығарға жаны қалмай, төрінен көрі жақын болып тұрған қарт ата-әжеңді аясаңшы. Неткен қатыгез едің. Бір апта келіп, жандарында отырып қалған күндерінде теңіздің жағасында өткізсеңдер де жарар еді ғой. Көп сөзді қой. Немерем мен келінді де алып ертең келіңдер. Ауылдың шаңы бірер күнге өлтіре қоймас. Атаң мен әжең ең болмағанда өлерінің алдында дидарыңды бір көріп кетсін дедім де тұтқаны ашуланып қойып қойдым. Ұлым, немере мен келінімді алып ертеңіне келді. Келгенін қайтейін. Есіктен кіргеннен бастап келінімнің сіркесі су көтермеді. Өздері санаулы күнге ғана келіп тұр. Сол уақыт аралығында өзгелерге қуаныш сыйлап, қабағын ашып, күліп жүрсе болмас па? Жоқ, келін жақсылықты ойлаған жоқ. Керісінше, таудан аққан мөлдір суды көрсетуге шөбересін жетектеп әкеткен қарт атамызға баламды неге әкетесіз? Оған шөп-шаламның арасында жүргізіп, инфекция жұқтырмақшысыз ба деп атамыздың қолынан баласын жұлқып әкетті. Одан бөлек қымызды да, қымыранды да дәмі басқа су қосылған сияқты деп жақтырмады. Майлы тағамдар ұлымның асқазанын ауыртады деп еш нәрсе жегізбеді. Осы үйдің тамағынан көрпе төсегіне жиіркенетін сияқты болып, дүкеннен бір нәрсе әкеп жеп, киімдерін уақытша көрпе төсек етті. Қандай жағдай орын алса да, ұлым мен келініміздің бір апта үйде ұстадық. Одан кейін өзіміз де мезі болдық. Қашанғы оларға қарап жалтақтай бермекпіз. Ата-ананың қадірін білмеген ұлыма, ата-енені сыйламаған қарт ата-әжесінің ақ шашын құрметтемеген келінімнің ісі қабырғамызды қатты қайыстырды. Осыдан кейін мен ұлымнан да келінімнен де үміт үзгенмін.
ішкі жан күйзелісім бәрібір басылар емес. Тек ұлым мен келініме Алла сана берсе, қателігін түсініп есігімізді қағып келер деп өзімді алдаусыратамын.